Gülnaz, men geldim. Kaydasın? Ne oldu Gülnaz? Ne oldu? Ne oldu diyeyim? Sızlap kalmadı. Ola yine Gülnaz'ım. Vereceksin onu, tamam mı? Yılama diyeyim Gülnaz'ım. Yılama. Koy olayı deme Gülnaz'ım. Merhamet. Olay deme. Kazak Avrupa'da varmış. Vereceksin onu. Yılama diyeyim. Yılama diyeyim Gülnaz'ım. Yılama. Vereceksin onu. Dur. Dur diyeyim. Dur. 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 Шеф, жаңа ғана растау қағазы келді. Ресми түрде қамқоршы етіп тағайындады. Міне мынау қаулының көшірмесі. Не бар, бәрін көрсет. Өте жақсы. Тез қалай істеп үлгердің? 1-2 ай деп есептеп едік қой. Керемет жұмыс. Рахмет. Медициналық орталықтан алынған анықтама мен есеп айырылысу қағазы шешімді тездетуге көмектесті. Әпкеңіздің емделуі мен реанимацияға жатуы қымбат қызмет. Осылайша процесс тездетілді. Енді Ерболды тығырыққа тіреу керек. Сонда Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Үйді сатамыз. Кредит бергендер енді басымызды қатырмайды. Басқа жобаларымызға тиіспейді. Ал Ербол келіскенімізде депозит ашады. сосын сол ақшаға заводты сатып алады. Солай ғой. Қақпанға өзі түседі, иә? Дәл солай. Ерболды қаржылатындай етіп істейміз. Ал ары қарай Дастан деген дарынды бизнесмен сымағымыз қалғаны өз ақ қатырады. Содан кейін Ерболды әрекетке қабілетсіз деп жазамыз, ақыл иесі кем деп жариялаймыз. Оның диагнозы дайын. Сонымен бітті. Бұдан былай Меруерттің күшіктерін енді көрмеймін деп үміттенемін. Меруерт комадан шықса ше. Онда шықпайтындай етіп істейміз. Апа, Аружан, Акетай. Ербол, Қайда жүрсің? не шаруаң бар? Тергеуші келді. Апам жайлы сұрады. Жомарт жайлы сұрады. Әке шешемізге шабуыл жасағандар тонаушылар емес сияқты. Не болған саған? Саған соны бәрібір ме? Әке шешем жайлы айтсам да былқ етпейсің. Не істе дейсің ма? Ең болмағанда бірдеңе десеңші. Біз жалғыз қалдық, ешкімге керегіміз жоқ. Ербол, сен аға болам деп тым артық кеткен сияқтысың. Әке шешеміздің бұндай жағдайға ұшыраған мені де қатты қынжылтады, бірақ мен саған қарағанда әр нәрсеге шынайы қараймын. Менің нақты білетінім қазір бізге ақша тауып, апамызды комадан шығару керек. Азамат, сонда мен аға ретінде саған ештеңе демеуім керек пе? Сөйлемеуім керек пе мүлдем? Сенің қайда жүргенің, не істеп жүргенің маған бәрібір емес. Оқуға неге бармай жүрсің, соны айтшы. Өзің дұрыстағыш. Байқауыңа дайындал, жобаң дұрыста. Өміріме араласпа. Не істеймін өзім білем. Арамызда шешілмеген мәселе қалмаған шығар. Құжаттың бәрі түгенделген жоқ. Бірақ сіздерге деген талабымыз жоқ. Жұмыс істеуге кедергі болмаймыз. Онда тағы бір объектіні көресіздер ме? Жұмыстарыңызды істей беріңіздер. Бізден бұдан былай тапсырыс алмайсыздар. Сая. Телефон соқтым, жаздым, алмайсың. Мынау не? Апам баланың ұл ма қыз ба кім екенін айтты. Сонымен, ұл ма қыз ба? Аружан, тосын сый болсын, гендер пати жасаймыз, сол кезде білесің. Мынау жас баланың тірлігі емес пе? Бірінші әке шешемізден сұрадың ба? Оның үстіне үлкендер ондайды түсінбейді, жақтырмайды.
мына гендер пати деген кейін шыққан бәле ғой. Аружан, не болды саған? Үлкен кісілер деп апарып тастадың ғой. Неге түсінбей түсінеді, екеуі де жап-жас. Жақында екеуміздің ініміз болады. Немесе сіңіліміз болады. Мейрам деген жақсы емес пе? Сая, сен өзің әлі баласың. Айтпақшы, әкем мен апам қайда? Не болды саған соншама сұрақ қойып? Үйге келдім, ешкім болған жоқ, ешкімнің мазасын алғым келген жоқ. Гендер пати жасағым келді. Мына үстіңдегі киіммен ыстықтамадың ба? Жұмысың болмасын. Сая, қалай сөйлейтін болғансың? Аружан, не істесең де жақпайтын болдым ғой саған. Гендер пати ұнамайды, киінгенім ұнамайды, сөйлегенім ұнамайды. Бәрің мені бала көресіңдер. Бірдеңе болса болды, ақыл айтып шығасың. Қойш. Сегіз болып кетіпті ғой. Әлі келмепті. Алло, қызым. Әке, бірдеңе болды ма? Амансыздар ма? Апам қайда? Біз ауруханадамыз. Өкінішке орай баланы аман сақтап қала алмадық. Қазір үйге келеміз. Апа, шамам жетпей жатыр. Ер жетсем де кішкентай бала сияқтымын. Ал менің құрдастарым бәрі серуендеп жүр, компьютер ойнайды, кино қарап. Ал мен болса үлкендердің мәселесін шешіп, азаматқа бас көз болып. Апам мен шағымданып жатқан жоқпын, бірақ қолымнан ештеңе келмей жатыр. Апа, неге айтыңызшы, неге бұлай болып, неге әкем екеуің біз тастап кеттіңіздер, неге тастап кеттіңіздер біз? Мен шамам жетпейді, апа. Айтыңызшы, неге, апа? Саған бір тапсырыс беріп едім, баса көктеп келетін болыпсың ғой. Кездесу қажет болса бар хатшыға жазыл. Қайырлы таң, Жомарт. Завод мәселесі шешілді. Мынау сенің үлесің. Завод мәселесі шешілді деген қалай түсінуге болады? Сатып жібер. Не деп оттап тұрсың, Кімге саттың? Клиент таптым. Ерболдың ақшасы жоқ, оған завод қызық емес. Завод тек Ерболға сатылу керек. Ерболға! Сен мен шартым сондай ол. Бәрібір емес пе? Ақша шотта жатыр. Сатылса болды емес пе? Басқа не керек? Завод Ерболға сатылмаса, шартым орындалған жоқ деген сөз. Ақымақ, сен мен араласпайым деген сөз берген. Енді істеп тұрғаның мынау. Жомарт, кешір. Мен дұрыс түсінбеппін. Мен бәрін түзеймін. Сөз берем. Қалай түзейсің? Бір амал бар. Азамат, Ерболдың інісі. Сол арқылы шешем. Уәде берем. Осыдан шешпей көр. Тыңда бер. Енді мен айтпайынша ештеңе істемейсің. Тек мен айтқаныммен жүресің. Менің ойымды жүзеге асырасың. Ұқтың ба? Ал болмаса, молада шірейсің. Ұқтым. Жоғалт көзіңді! Сейіт,
жазғанның бірде бірін оқымаған. Сөйлескің келмесе, басын бәлеге қалды дей бер. Ескертпеді дейме. Ербол, бері кел. Зауытқа қатысты не бүлдіріп жүрсің? Зауыт? Қандай зауыт, не айтып тұрсың? Өтірік ақымақ болмаш. Сен кесіріне бүкіл ақшамнан айырылдым. Өміріңді құрттың сен. Бәріне сен кінәлісің. Алмас, массың ба, не айтып тұрсың? Түсіндім. Сен бәрін айт істен. Аржан менімен болғанға қызғанып, кек алғың келді ғой, соны көре алмай жүрсің ғой сен. Ит екенсің, Ербол. Алмас, не болған дұрыстап түсіндірші. Телефонда зауытқа байланысты жазбан көрдім. Мен үйім мен көлікті сатып сол зауытты алайын дегем. Тоқта, мен телефонда дедім бе? Азаматтың қызы маған бір зауыт туралы айтқан болатын. Мен магнат емеспін, ақшам да жоқ. Жылжымайтын мүлік туралы мен ештеңе қақпаймын. Ол қыз маған зауыт туралы мәлімет жіберу керек болатын. Бірақ жібермеді. Сонда сен менің телефонымнан сол мәліметті көріп, одан кейін жоқ, Алмас, олай емес. Менің оған дым қатысым жоқ. Жақсы мүмкіндік деп ойлап қалдым. Қарыз басынан асады. Ақша тігіп ойнайым. Оның үстіне әкем ақшадан айырды. Сол зауытты алып, қарызымды жабам ба дегем. Қысқасы, ақшамды қайтар. Сосын мен саған тиіспеймін. Ал егер қайтармасаң, өзі балын өзіне Ербол. Үйге де келдік. Апатай, кетай, қазір. Сая, тоқта. Сая, тоқтай, тұрш. Аружан, тұршы. Сен тыңдаш, Сая. Аружан, гендер пати жасаймыз. Ол жаққа саған баруға болмайды. Қойшы, Аружан. Сая, мені тыңдаш бір сәт. Апамның баласы түсіп қалды. Түсіп тұрсың ба? Сейітті боп салау туралы ойың маған ұнамайды. Әкем емес пе? Оған не олай қастық қыламыз? Барынша пайда табуымыз керек. Ол 24 жыл бойы өміріңе араласқан жоқ. Қарызын өтесің? Оның не кінәсі бар? Сен көп нәрсе түсінбейсің. Мұндайды бизнес дейді. Сезімге берілуге болмайды. Жақсы көріп пен оны? Жақсы көрдім бе, жоқ па, ол қазір маңызды емес. Мен мақсатты кездестірдім. Әкеңді мақсат үшін тастадым. Мақсат маған болашағы бар жігіт болып көрінді. Мен ол кезде аяғым ауыр екенін білмедім. Бұлай істеуге болмайды. Дұрыс емес. Әкеңнен тойына ғана емес, үй алуға да ақша алу керек. Тойына дейін үй алғызу керек. Әйтпесе, ертең әйелімен бөлісіп жүрерсің. Бірігіп алған мүлік болып саналады. Ертең не боларын кім біледі? Қайдағын айтады екенсің? Мен ажырасу үшін үйленейін деп жатқан жоқпын. Әлі үйленген де жоқпын. Сондықтан шешеңді тыңда. Анаң саған ешқандай жамандық тілемейді. Біздің қолымыздан келеді, балам. Жақсы, айтқаныңыз болсын. Азамат, екеумізге сөйлесу керек. Біз ұрысып жүрген кезде бәрі құрдымға кетіп жатыр. Біздің араздасқанымыз біреуге керек сияқты. Кеше сөйлестік. Егер маған тағы да ақыл айтамын десең, сен тыңдап отыратын, менде уақыт. Сәл де болса мені тыңдашы. Сен ана Майя деген құрбың сені алдап жүр. Маған кеше зауыт туралы айтқан болатын. Сол зауытты айтып бізге ор қашып жүрген сияқты. Ор? Енді сен Майяға тисе бастадың ба? Ол саған жай ғана көмектескісі келеді. Дұрыс түсінсем, ол зауыт туралы мәлімет айтам деді, солай ма? Сен ештеңе түсініп тұрған жоқсың, Азамат. Біз бірге болмасақ, олар біздің түбімізге жетеді. Ербол, оларың кім тағы? Қайдағын айта бермей, есіңді жи. Сенікі паранойя. Сен тыңдап тұратын уақытым жоқ, маған шынымен де кету керек. Азамат.
Ақымақ Дастан. Ақымақ. Бопты. Болар іс болды, бояу іс сіңді. Басқа жоспар құрамыз. Ұзақтау, бірақ заңға қайшы келмейтіндей көрінеді. Азаматтан бастаймыз. Азаматтан? Күрделі жоспар болмаса, қарапайым жолмен жүзеге асырамыз. Өз қолмен ақшасын әкеледі. Кімге бергенін білмей қалады. Сезбей қалады. Алло. Алло, Азамат. Балам. Саламатсыз, Жомарт көке. Сот мені қамқоршы қылып тағайындады. Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Енді депозит сенің атыңа ашып, оған ақша салу ғана қалды. Мен де босқа жүрген жоқпын. Сатып алушыларды тауып қойдым. Жо, Жомарт көке. Депозитті Ерболдың атына ашыңыздар. Мен бұл нәрсеге араласқым келмейді. Өзінше болқан-талқан болады ғой. Иттің баласы. Енді не істейміз? Ары қарай Дастан шешсін. Ақымақтың да пайдасы дейсің, да? Ербол мен Азамат бірдеңені сезіктеніп қалған жоқ болса? Неге өтеді? Қайдағы? Мен үлкен, сен кіші деп дауласып жүрген сияқты. Сөйткен бізге де жақсы. Асыққан сайын қателеседі. Түзі ұстабасың. Қана қалай шықты? Азаматқа жіберіңіз. Бәрі ойдағыдай болады. Дастан, ары қарай не істейміз? Жомарт ашуға. Үндемей соны айтқан істейміз. Жақсы. Ай. Мә, мына 200 мыңды Азаматқа бер. Саған сонша берді ғой. Иә. Саған деген сенім артсын. Елу миллион? Кім? Ербол, балам. Я Ербол аға. Мазалағаныма ренжіме, Ербол. Үйлеріңді сатып жібергенсіңдер ме? Неге олай ойладыңыз? Үйімізді жалға бергенбіз. Апамның еміне ақша жетпей жатыр. Менің стипендиям да жетпейді. Үйдің қабырғасын бұзып жатқан соң хабарласып айтайын дедім. Жалға алғандар біреудің мүлкін бұзбайды ғой. Ондайды бірінші рет көріп тұрмын. Я Ербол аға, түсіндім. Қазір білейін. Сая, қолыңа не болған? Ауырсынып жүргеніңді де байқадым. Кеше қалың киініп жүрдің, бүгін де солай. Не болды қолыңа? Жай көгерт болды. Жасырмай шыныңды айтшы. Аружан, кеше аттракционға бардым. Сол жақта көгертіп алдым. Көрсем бола ма? Болмайды. Сая, қолыңды көгерткен Дастан болса, одан қаш. Не шаруаң бар сенің? Араласпаш менің өміріме. Өзім білем, көгертсе де. Қыздар, тыныш. Апалар керек ұйықта. Сая, саған көмектескім келеді. Абьюзер еркектер туралы естігенің бар ма? Сен әлі жассың, мүмкін естімеген боларсың. Аружан, сен түкте түсінбейсің. Дастан басқа жігіттер сияқты емес шығар. Ата-анасыз өскен, сен түсінбейсің, Аружан, оны. Мен Дастанды өзгертем. Не де болса мен онымен бірге болам. Адамды өзгерту өте қиын. Мүмкін емес деуге болады. Қолыңды көгерткен Дастан болса, одан қаш. Оған Дастан емес, Аружан. Баршы өтінем, жат жүз төсегіне. Ақыл айтпа маған, өз өмірім өзім білем. Сөйлескім келмейді. Ей, сендер кімсіңдер? Бұл менің үйім, кетіңдер бар. Бауырың дені сау өзі?
Үйді бұз деді, бұзып жатырыңыз. Кім бұз деді? Мен деймін бұл үйдің егесі. Мен Ербол Әлімбаевпын. Кетіңдер, әйтпесе полиция шақырам. Бар, тұр. Қазір мен полиция шақырам. Үйдің иесіне хабарласам. Үйдің иесі мен деймін. Бұзуға хақыларың жоқ. Бауырым, сен не айтып тұрғанды түсінбеймін, бірақ бізде құжаттың бәрі заңды дұрыс. Өтініш қара шаңырағын бұзбаңыздаршы. Кетіңіздерші. Сені жақсы түсініп тұрмын, бауырым, бірақ үйді бұзу менің шешім емес. Қажет болса, сотқа шағым жаз. Істей беріңдер. Келетінімді білдім. Не болды? Түрден түр жоқ қой. Жомарт көке, кешірім сұраймын. Телефонмен сөйлескенде әдепсіздік көрсеттім. Сіздің айтқаныңыздың барлығына көнем. Не істеу керек? Азамат, мынау үйдің ақшасы. Келіскендей, депозитті аш, ақшаны сонда сал. Банк 1 сағаттан соң жабылады. Тез етсең үлгересің. Жақсы. Мынаны шарлар. Кім екен? Сая. Бізге тосын сый жасаймын деген. Баланың ұл немесе қыз екенін анықтайтын мейрам. Кендір пати деп аталады. Апам Саяға айтқан, ал Сая біз білсін деп кендір пати жасағысы келген. Кендір пати. Күнәсім. Кешір мені. Мен әлі апам айтқан жоқпын. Бірақ міндетті түрде айтамын. Бәрі жақсы болады, әке. Олар мені өлтірейін деді ғой, Азамат. Олар мені өлтірейін деді. Болды, мен қасында болдым. Саған ешкім тиісе алмайды, қорықпа. Сен олардың кім екенін білесің бе?
Endim qarz algan adamlar қайдан алдың? Маңызды емес. Мен саған ініңе қамқор боламын, қарай, көмектесем барлығын істеймін. Мен қасыңда боламын, Майя. Саған азамат. Сен болмағанда. Жақсы бол. Жүр, кетейік, Майя, жүр. Келесің. Endim көшем. Майя, қайдағыны айтпай жүр, кетейік. Майя, жүр. Азамат, мен endim көшем. Қайдағыны айтпашы, Майя, жүр, кетейік. Қалайсың? Неге тұтқан көтермейсің? Не болып жатыр? Неге үйімізді бұзып жатыр? Ербол, сабыр сақта. Мен саған таңнан бері хабарластым, маған жауап бермедің. Ал менің жұмысым, кездесуім бар. Не болғанын түсіндірсең? Үйімізді бұзып жатыр деймін. Енді қайтеміз. Ақшаны депозитке саламыз, үйді сатамыз дедік. Бәрі келіскендей болып жатыр. Олай болса мен райымнан қайтам. Бәрі кеш. Райыңнан қайтсаң да, қайтпасаң да, қолымыздан ештеңе келмейді. Депозит кімнің атында? Мен үйді қайта сатып алам. Азаматтың атына. Келісім берген өзің. Азаматтың? Ол келіспеп еді ғой. Онда ол мәжбүрлеген сен. Мен бе мәжбүрлеген? Мүмкін саған видеоны көрсетемін. Ол ақшаны өз қолымен алып, банкке өзі барды. Менің түк қатысым жоқ. Бірінші өзара келісіп алыңдар. Сосын маған келіңдер. Баланың тірлігін істемейді. Азамат, қайдасың? Тұтқан ал, Азамат. Саған көп рахмет. Ұмыт кетпей тұрғанда бере салайын. Сен берген 200 мың, қайтарам? Майя? Санап алсам ба? Екеуміз екі түрлі адамбыз. Әйтпесе дос болар ма едік? Тоқташы, Майя. Майя, мен саған сендім ғой, Майя. Көрінгенге сені беруге болмайды, Азамат. Сосын тағы айтарым. Мен іздемеп түсіндің ба? Әйтпесе өзіңе жаман болды. Біз ештеңеден тайынбаймыз. Майя! 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 Саған тауып бере алмадым. Біздің қолымыз емес қой. Қасымда сен болсаң болды. Онсыз да тамаша отбасымыз бар. Алтындай қыздарымыз. Бәріміз бірге барсақ болды. Жылама. Сен шарды жардың ба? Азамат? Не болды? Ербол, мен үйдің ақшасынан айырып қалдым. Алаяқтарға бердім, олар мені алдап кетті. Мен бәрін құрттым. Есірткі тарата жаздадым, сені тыңдамадым, Ербол. Өзімді батыр санадым, бірақ ақымақ болып шықтым. Кешірші мен, Ербол. Азамат, сен мен туған бауырымсың. Біз жалғыз емеспіз, біргеміз. Саған ұрысқым келмейді. Біз бірге болсақ, бұл қиындықтан да өтеміз. Қорқам. Азамат, біз жалғыз емеспіз. Сен жалғыз емессің.
апамыз оянады. Көресің әлі, үшеуміз бірге боламыз. Уәде берем. Рахмет. Түсінгеніңе рахмет Ербол.